Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақтадағы яшықтарды көріп тұрған шығарсыздар. Бүгінгі көңіл-күйімізді осылай көтеріп алсақ, сабақ бастамас бұрын бір-бірлеп шығып, бір-бірімізге әдемі тілектер айтып. Мәселе шыға ғой. Зерек бол. Зерек бол. Өте жақсы. Сабырлы бол. Білімді бол. Өте жақсы. Келе ойын Нұрдәулет. Батыл бол. Өте жақсы. Келе ойын. Мейірімді бол. Сабағымызда барлығымыз жігерлі, білімді, сабырлы, мейірімді, зерек болайық оқушылар. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тіледім сіздерге. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қасым Қайсенов «Жау бала, бөлім, ана махаббаты». Олай болса, бүгінгі күннің жадын дәптерімізге жазайық оқушылар. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын, тапсырмаларды орындамас бұрын, біздер қазір топқа бөлініп алайық. Мына жерде сандар тұр, келіп ала қойсаңыздар оқушылар. Бір-бірлеп шығып. Алған сандарыңызды сол топқа қарай бөлініп отыра қойыңыз оқушылар. Бірінші топ 2 және 3, 4. Үй тапсырмасын бір пысықтап алсақ оқушылар, өткен сабақ. Шығарма авторы туралы не білеміз? Диас. Осы Қасым Қайсенов атамыз, ол соғыс ардагері болған және немістердің арасына кіріп, мәліметтер жинаған. Шығарма жанры бойынша қалай аталады? Жанғожа? Жанры бойынша соғыс деп аталады. Енді жақсы, пікірін өте құнды. Мен үшін Жанғожа, сенің қалғандарымыз осы дұрыстап толықтырып жауап берсек. Нұрдәулет? Нұрдәулет? Бұл жанр бізде повесть деп аталады. Қандай тарихи оқиғаны сипаттайды? Ол туралы не білеміз? Шығарма Ұлы Отан соғысы туралы жазылған. Ол шығармада сұрақ, шығарманың көтерген басты тақырыбы қандай? Шығармада және бір баланың ата-анасы соғыс басында қайтыс болғаны туралы сипаттап тұр. Жақсы. Үй тапсырмасын пысықтап алған болсақ, тақтадағы видеороликке назар аударсақ оқушылар. Ақ бала повесі. Бұл шығарма 1961 жылы жазылған. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысы кезінде жаулығындағы партизандарды басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тебіреспен суреттеп жазған. Повесте сұрапыл Отан соғысы көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар Серікті жетектеп жамбыл эшелонмен ауылға кетпек болады. Жау бомбалы эшелон қирайды. Анасы Жамал жаулығынан қаза табады. Серік комиссар Савченконың әйелі Анна Ивановна мен оның баласы Бористың қасында қалады. Анна Ивановна 2 баланы алып, туған жері Зазулин селосында тұратын әкесі Иван Дементьевичке қиындықпен әрең жетеді. Саттың құрбысы Тамара комендантқа оларды ұстап бергісі келеді. Анна Ивановна коменданттан 2 балаңызбен келіңіз деген шақырту хат алады. Қанша қорықса да Анна Ивановна баруға тура келеді. 2 баласын ертіп комендантқа келеді. Олай болса бізде бірінші топтық тапсырма
топтық тапсырмада мәтінде кейіпкерлерді талдап постер жасайсыздар. Бірінші топ Анна Ивановнаның бейнесін ашасыздар. Екінші топ Серік бейнесі, үшінші топ неміс комендант бейнесі, төртінші топ Тілмаш әйелдің бейнесі. Бұл постерде кейіпкерлер типі, мінез ерекшелігі және бейне ашу тәсілі іс-әрекеті, сөз және авторды сипаттау мәтіннен дәлел жазасыздар оқушылар. Жағымсыз кейіпкер және менмен және қатыгез келесі топ Серік ержүрек, батыл, қайсар, ақылды, төзімді. Анна Ивановна ол мейірімді ана бейнесінде оның қамқорлығының ұлтқа бөлінбей қазақ баласын өзінің баласы ретінде қарады. Бұл арада бізге Аннаның аналық мейірімін білдіреді. Өте жақсы, Нұрдәулет. Келесі топ Айзере, Асан. Серік шығарма, Серік бейнесі, яғни ол батыл, ержүрек, отансүйгіш, қайсар мінезді, ақылды, төзімді бала. Ол өз отанына көмектескен қайсар мінезді бала деп шығармада бейнелеп тұр. Жақсы, неге Алла қаласа. Келесі. Бізде де ойының жағымсыз кейіпкер және қатыгез және менімен басқарушы және озбыр адам болды. Жақсы, Алла қаласа. Келесі. Бұл жағымды, қамқор ана және мейірімді, жанашыр, аяушылық сезімі бар ана. Жақсы. Ал жақсы сабағында оқушылар не үшін жүрекпен бағалап жатырмыз? Бүгінгі біздің бөлімнің атауы ана махаббаты, иә? Біздің махаббат осы жүрек сияқты, жүрек арқылы жылу таратады, иә? Ана тамыр бойымен тіршіліктің жылуы таралады демекші, бүгінгі біздің осы бағалауымыз осы жүрек сіздерге. Ал енді оқушылар бүгінгі біздің қазір жұптық тапсырмада кейіпкерлерді бір-бірімен салыстырасыздар. Бұл жерде Анна Ивановна және комендант берілген. Бұл жерде мінезі, іс-әрекеті, оқырманға әсері қандай және сұрақтарға жауап бересіздер. Серік қандай кейіпкер типіне жатады. Оның анасына деген сезімі қалай көрінеді? Серіктің әрекеті арқылы автор нені көрсеткісі келеді? Серік жағын кейіпкер, ол батыл, ержүрек, отансүйгіш бала. Серік анасының хатты жақсы көреді, оны құрметтейді. Анасына деген сүйіспеншілігі мен іс-әрекетін көрсетеді. Автор Серік арқылы балалардың батыл, қайсар, отансүйгіш бала. Жақсы. Ала ғой. Келесі топ. Ивановна жанашыр және аяушылық сезімі бар ана. Ол мейірімді және қамқор, ол бөтен баланы өзінің баласы сияқты сезді. Комендант жауыз, аяушылық сезімі жоқ, жаман, тәшірік. Ол соғса адамдарды аяусыз өлтірген. Анна Ивановна кейіпкер типі, жағымды кейіпкер, аналық мінезі, жұмсақтық, қамқорлық, іс-әрекеті, сарбаздарға көмектеседі. Оқырманға әсері, сүйіспеншілікпен құрмет. Жақсы, неге? Қандай кейіпкер типіне жатады? Ол бала, яғни кішкентай анасының баласы болып, сондай кейіпкерде болды. Оның анасына деген сезімі қандай болды? Анасына деген махаббаты ол өте шын махаббат. Ол соғыста жүрсе де ол анасын тастамады. Серіктің әрекеті арқылы автор нені көрсеткісі келді? Серіктің әрекеті анасына деген махаббат, яғни автор шын махаббатты көрсеткісі келді. Жақсы, ала ғой жаным. Кезекте оқушылар келесі тапсырма. Бұл Қасым Қайсеновтың жау тылындағы бала шығармасында ана махаббаты бөлімі бойынша
дұрыс тапсырмасы. Бұл жерде сұрақтар берілген. Сол тұжырымдаманың дұрыстығын анықтап плюс минус қоясыздар оқушылар. Анна Ивановнаның комендантқа өз еркімен барған. Дұрыс. Отыра ғой, жақсы. Келесі, Айзере. Ол комендантқа 2 баласын ертіп барған. Жақсы. Нұрдәулет. Комендант Анна Ивановнаға жылы жүзбен қарады. Дұрыс. Жақсы. Осы ғой, Әсем. Тілмаш әйел коменданттың сөздерін аударып өтірді. Дұрыс. Жақсы. Оқы ғой, Нұрдәулет. Серік анасына мама деп жылы жүрді. Дұрыс. Неге? Семес қапай. Оқы ғой, жан. Анна Ивановна өз баласын Бас сақтап. Дұрыс емес. Дұрыс. Ал жақсы. Оқы ғой, Мансұр. Комендант Серіктің анасына деген сезіміне назар аударды. Дұрыс. Айзере. Жақсы. Ана махаббаты баланың шынайы сезімі арқылы көрінді. Анна Ивановнаның қорқып балаларын тастап кетуге келіседі. Дұрыс. Жанқожа. Бала арасындағы мейірім мен сүйіспеншілік суреттеледі. Дұрыс. Өте жақсы. Оқушылар, яла ойынса. Ал оқушылар сабақты бекіту мақсатында бүгінгі сұрақтар дайындап қойған болатын сіздерге. Анна Ивановна қандай шақырту қағаз алады? 2 балаға. Яғни, мен айтсам бола ма? Ол коменданттан 2 баласы арқылы келуін сұрайды, яғни шақырады хат арқылы. Дұрыс. Келесі, ол неге комендантқа баруға мәжбүр болды? Жанқожа. Себебі 2 баласының тұжырымын айтуға. Дұрыс. Жақсы. Келесі сұрақ, комендант Анна Ивановнадан қандай мәліметтер сұрады? Нұрдәулет. Одан дейтін Серіктің өз баласы екенін, өз баласы ма деп сұрап, Анна Ивановнадан сұрақ алады. Жақсы. Серік қандай сәтте мама деп айқайлайды? Серік қандай сәтте мама? Комендант Анна Ивановнаға бақырған кезде Серік Анна Ивановна мама деп құшақтап алады. Баланың бұл әрекеті комендантқа қалай әсер етті? Жағымсыз кейіпте. Жақсы. Кейіптерден көрінеді. Нұрдәулет. Оның Серікті өзінің баласы ретінде қарауы арқылы өзінің аналық мейірімін білдіреді. Жақсы. Бұл бөлім арқылы автор ана мен бала арасында қандай құндылықтарды көрсеткісі келді? Яғни, анаға бала дейтін өте қымбат жан деп неде айтылып тұр. Яғни, сол баланың туған анасы да болмаса да, сол анасындай, әкесіндей болып кеткен Анна Ивановна туралы бейнеледі. Жақсы. Бекіту сұрақтарына жақсы жауап берген оқушылар. Ала ғой. Жақсы, бүгін сабаққа жақсы қатысқан оқушыларды бағалап өтсем, Амангелді Айзереге мен бүгін 9 деген ұпай қоямын. Және Нұрдәулетке, Жанбай Нұрдәулетке 9, Қамбар Мансұрға 7, Нұрисламға 7 ұпай, Диасқа 7, және келесі сабаққа өте жақсы қатысамыз. Мына жерде Ибалы және Перизат сіздерге 5 деген балл қойылады бүгінгі сабақта. Ал енді олай болса бүгінгі сабағымызды қорытындылап кетсек,
Бүгін сабақты түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім деген сияқты. Мен сабақта өте қатты түсіндім. Өзіме осы ана махаббаты деген тақырып өте қатты ұнады. Былайша айтқанда, ана махаббаты бізге өте қымбат деген мағынада мен түсіндім. Отыра ғой жаным. Келе ғой Мансұр. Мен сабақты түсіндім және бұл сабақ маған өте қатты ұнады. Келе ғой Диас. Келесі сағат. Қазір келесі сұрақтарым бар, келесі сабақтарда осы түсініп қайталап келемін. Келе ғой. Мен осы сабақты жақсы түсіндім, бәрін жақсы түсіндім. Нұрдәулет. Мен де осы сабақты күшті түсіндім. Сабақ қызықты өтті. Жақсы, Әсем. Ал олай болса бүгінгі біздің сабағымыз оқушылар аяқталды. Бүгін үйге тапсырма сіздерге ананың махаббаты деген тақырыпта үйге шығарма жазып келесіздер. Келесі сабаққа